Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін ең оңай пирогтың рецебін көрсетемін. Ол үшін таза ыдысқа 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Осы жұмыртқамыздың үстіне қантымызды қосып, миксерменен көлемі үлкейгенше жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Кейін осы массамызға шым-шым тұз қостым, алмамды қостым және шиеге азғантай ұн қосып алумен араластырып алдым да сол шиені массаға салдым. Қыздар, шие менен алманы қосу міндетті емес. Үйдегі бар жеміс-жидектеріңізді қосуға болады. Өрік болсын, шабдалы болсын, кез келгенін қосуға болады. Немесе ештеңе қоспай да пісіре беруге болады, солай да тәтті болады. Қалауларыңыз бойынша мұндағы құрамдағы, яғни қоспа салмасы алма мен шие, ол қалауларыңыз бойынша. Сосын осының үстіне ұн қосамын, болды. Мен тек күрекшемен араластырам. Күрекшемен араластырғанда ол сондай воздушный болып, жақсы болып піседі. Күрекшеменен осылай астынан үстіне қарай көтереміз. Осылай жақсылап тұрып араластырамыз да. Мен форманы диаметрі 22 см болатын форманы алдым. Үстіне пергамент төседім. Осыны араластырып жатқан кезде духовкамды 180 градусқа қыздырып қойдым. Күрекшеменен астынан үстіне осылайынан араластырып, сонда ол өте үлпілдек, воздушный болып, күшті болып шығады. Мен бұл жерде миксер қолданған жоқпын. Жалпы бұл пирогты пісірерде миксер қолданбай қоюларыңызға да болады. Осылай формамызға құямыз да 180 градусқа, яғни қызып тұрған пешке жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағаттың ішінде біздің пирогымыз өте керемет болып пісіп шығады. Бұл пирог шайға өте керемет кетеді. Әсіресе аяқ асты қонақ келіп қалған кезде, немесе өздеріңіз отырып жаңағы пирогпен шай ішкілеріңіз келсеңіздер, осы пирог өте оңай. Тіпті жаңағы миксер қолданбай-ақ венчикпен араластырып істеуге де болады. Мен осылай пешке қойдым. Міне осында дайын болып шығады. Көлемі жағынан көтеріледі, қопсытқыш қосылмаса да. Осындай пирог болып шықты, ас болсын.